Өңірімізге жұмыс сапарымен Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының президенті келді. Іс-сапар барысында Асқар Мамин Петропавлдағы Зиксто зауытында болды. Мұнда астаналық мейман өңірлік темір жол кешенінде құрылғылар жасайтын кәсіпорын басшыларымен кездесті. Зиксто зауыты өңірімізде 20 жылдан артық жұмыс істейді. 41 гектарды алып жатқан аумақта темір жол вагондары, жартылай вагондар жасалынады. Кәсіпорын жұмысымен танысқан Асқар Мамин ұлттық компания тарапынан биылғы жылғы байқауларға белсенді қатысуға шақырды. Реализовывается программа модернизации вагонного парка, грузовых вагонов именно, финансирование в объеме 17,5 миллиардов тенге именно на поддержку вагоностроения, модернизацию вагонного парка Казахстана. Поэтому в рамках этой программы, я думаю, завод Зиксто будет занимать одно из ведущих мест. Қазіргі күні Зиксто акционерлік қоғамында 800-ге жақын жұмысшы еңбек етеді. Кәсіпорын басшысының айтуынша, орташа жалақы көлемі өткен жылы 24% артып, 97 мың теңгені құрап отыр. Валерий Спициннің сөзінше, бұл мемлекеттің көмегінің арқасында қол жеткен жетістіктер дейді. Мы сегодня должны выразить огромную признательность главе государства. Елбасымызға, Қазақстан үкіметіне рахмет, үнемі олардың тараптарынан көмекті сеземіз. 17,5 миллиард көліктік машина жасау саласына бөлініп отыр. Бұл үлкен сома. Біздің зауытымызда осыған сай тапсырыстар алып, жұмыстар қарқынды түссе дамиды деген ойдамын. Ал Киров атындағы зауыт темір жол саласына локомотивтік қауіпсіздік құрылғылары мен радиостанциялар жасап шығарады. Қазіргі күні аталмыш мекемеде 500-ден артық адам еңбек етеді. Олардың толыққанды жалақыларын алу үшін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы тарапынан да тапсырыстар алуының еңбегі зор дейді. Где-то с 12, где-то с 14 года цены остались на тех уровнях. Ну, девальвация, вы знаете. Поэтому просили не на суммуться девальвация, а где-то на 20, где-то на 30% хотя бы. Давайте отдельно рассмотрим эти вопросы. Да. Там, где у вас импортные комплектующие, на эти конечно, виды конечно. мы можем посмотреть. Да, конечно. А так у вас долгосрочный контракт, Да. вы имеете твердые заказы. Поэтому... Аскар Захвач один из первых заводов, который получил 12 миллиардов тенге заказа Казахстан Темиржола и исполнил качественно, хорошо исполнил. У него оборудование очень хорошее. Мы знаем, это главный клуб. Он о клубе и говорит в первую очередь. Да. Асқар Мамин Петропавл ауыр машина жасау зауытының өнімдеріне де көңіл толатынын жеткізді. 1000-нан аса қызметкері бар кәсіпорында орташа жалақы көлемі 92 мың теңгеге жетіпті. Аталған кәсіпорында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы тарапынан биыл да бірнеше тапсырыстарды алуды көздеп отыр. Біз Қазақстан темір жолға біраз өзіміздің өнімдерімізді жасап отырмыз. Бір 10 жылдан астам осылай осы күрделі ремонт жасайтын жолдарға өзіміздің инструменттеріміз қойып жатырмыз. Енді бағанадай басшылармен, теміржолшылардың басшыларымен сөйлескенде, биыл біз үлкен тендерге қатыстық. 1 миллиард 400 миллионнан астам көлем. Сол көлемді біз бүгін алып жасап деп ойлайтын жоспарымыз бар. Кәсіпорындармен кездесу соңында Асқар Мамин жасалып жатқан өнімдердің сапалы екеніне көз жеткізіп, жұмыстарына жақсы деген баға берді.